Кей адамдарда ақша оңай жеңіл жолмен келіп жатады, ал керісінше кей адамдарда қанша тырысқанымен ақшаға деген жоқшылықтан шыға алмай жатады. Бұл жалқаулық па, әлде тағдыр ма, сіз не деп ойлайсыз? Ақша жалпы энергия. Яғни сіздің энергияңыз қандай, соған байланысты ақша келеді. Сана бұл сенің айнаң. Бірнеше ақша келмеуінің бірнеше себептері бар. Бірінші себебі бұл жетіспеушілік санасы. Яғни сіз үнемі ақша жоқ деп айта берсеңіз, ойлай берсеңіз, өміріңізде соны көрініс тартады. Яғни өміріңізге соны тарта бересіз. Көп адамдар ақшадан қорқады. Ақша проблема деп ойлайды. Ақшаны таусылып қалады деп уайымдайды. Сен не нәрседен қорқасың, соны тартасың, яғни сол күйді өзіңе тарта бересің. Яғни жетіспеушілікті сезіне берсең, өміріңде соны көре бересің. Екінші себеп бұл ақшаға байланысты негативті наным-сенімдер. Мысалы, ақша жетпейді. Көп жұмыс жасау арқылы бай боламын. Ақша көп жұмыс жасау арқылы келеді. Мен көп ақшаға лайықты емеспін. Байдар бұл адал емес. Ақша келеді, кетіп қалады деген секілді осындай наным-сенімдер болса, бұл ойлар, яғни шындық емес. Бұл ойлар бізде бала кезімізде санамызда отырып кеткен бағдарламалар. Бұнымен жұмыс жасап, негативті наным-сенімдерімізді позитивке ауыстыруға болады. Үшінші себебі бұл сезім мен нәтиженің сәйкес келмеуі. Біз ойлаймыз, мен бай болсам, яғни нәтижем тез болса, мен бай болсам, сол кезде мен бақытты боламын, қуанышты сезінемін деп ойлайды. Шындығында олай емес. Алдымен сен сезім, бай секілді, сол кезде сенде сезім, сонда сенде нәтиже болады. Қазір сен өзіңді тыныштықта, ризашылықта, сенімділікте, қазір соны сезінбесең, сенде сыртқы әлемде өзгеріс болмайды. Төртінші себеп әрекет және ескімен. Сен көп ақша табуды қалайсың, бірақ сенің әрекетің, ойың ескі ойлар және әдетің ескі әдетпен жүресің, қорқынышты оймен шешім шығарасың, сол кезде сенде сыртыңда өзгеріс болмайды. Ақша жаңа энергияға, жаңа батылдыққа, сенімділікке, жаңа энергияға келеді. Сондықтан не істеу керек? Біріншіден, ақша бұл мақсат емес, ақша бұл энергия деп қабылда. Екіншіден, санаңды күнде тексеріп отыр. Яғни, мен дәл қазір жетіспеушілікті сезініп тұрмын ба, әлде молшылықты сезініп тұрмын ба деп. Және де күнделікті ақшаға қатысты аффирмацияларды айтып жүр. Мен ақшаға лайықтымын, мен молшылыққа лайықтымын, мен көп ақшаға ғашықпын. Сен қандай күйдесің, өмір соған жауап береді.